Білімдіге шырақ берер нысана, көңіліңе қуат берер нысана, аспаныңда аласартпай мәңгілік, іздегенге мұрат берер нысана. Білімнің қайнар бұлағынан нәр алу, асыл мұрасын ұрпағына табыстауды мұрат еткен ұлт зиялыларының парасатты пайымы. Нысана бағдарламасында. Қайырлы құрметті радио тыңдаушы қауым, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының қазақ тілі әдебиеті пәнінің маманы Ақсұлу Шынболатқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз, қош келдіңіз. Бүгін өзіңізбен сауаттылық дегеніміз не деген тақырыптың аясында ой бөліскенді жөн санадық. Құрметті тыңдарман қауым, сауалдарыңыз болса 75-72-72 нөмірін терсеңіз болады. Нұрсұлтан қаласының коды 8717-2. Сонымен бірге Facebook желісі арқылы бағдарламаны тыңдап, әрі видео нұсқасын тікелей эфирде көруге болады. Дәл қазір қосылсаңыздар, әлеуметтік желілер арқылы да сауалдарыңызды жолдай аласыздар, және 87-755-3366 WhatsApp нөмірлеріне жазбаша түрде сауал жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Сонымен, Ақсұлу ханым, сауаттылық дегеніміз не? Жалпы сауаттылық деген кезде сауаттылыққа мынандай анықтама береді. Ол деген оқи білу, жаза білу, және есептей білу. Күнделікті өзінің өміріне қажетті жаңағы білімді қолдана білу. Ал енді ол сауаттылық ұғымының енгеніне көптеген ғасыр өтті, және әр заман сауаттылыққа әртүрлі талаптарды қояды. Егер қазіргі заманға келетін болсақ, бұл сауаттылықтың функционалды сауаттылық деген кең таралуда. Мысалы, сауаттылықтың минималды сауаттылық деп біз оқу жазуды ғана айтатын болсақ, ал функционалды сауаттылық ол өзінің өн бойына жаңағы компьютерлік сауаттылықты, цифрлық сауаттылықты, коммуникативтік сауаттылықты, оқу жаза білу, тұрмыстық заттарды деген дұрыс пайдалана білу деген секілді көптеген адамның өміріне қажетті салаларды қамтиды. Ал мынау қарапайым сауаттылықпен жаңағы функционалды сауаттылықтың айырмашылығы неде? Енді қарапайым сауаттылық пен функционалды сауаттылыққа мынандай белгілерін айтады. Қарапайым сауаттылық ол жаңа оқу жаза білу. Адам оқиды, жаза біледі, ал функционалды сауаттылықты қазір былай деп түсіндіреді. Адам қоғамға шыққан кезде өзінің білімін, тәжірибесін дұрыс пайдалана білу. Мысалы, біздер егер пойызға билет алатын болсақ, әдетте кейбір адамдар қайда барады? Вокзалға барады, Вокзалға барады, шерекке тұрады, кассаға барады, сөйтіп ол өзінің 2-3 сағаттық уақытын жояды. Ал егер функционалды сауатты адам болатын болса, ол телефоннан немесе компьютерден арнайы қосымшаны ашады да электронды билет сатып алады. Сөйтіп оның уақыты 10-15 минут, әрі кеткенде 20 минут болуы мүмкін. Немесе көп жағдайда біздерде әсіресе көп кездеседі. Үйде бір техниканы аламыз, керемет жақсы дүние техниканы аламыз да, оның нұсқаулығын ашып оқимыз ба? Әлде осы техниканы сатып алған бір туысымызға хабарласамыз ба? Әдетте көп жағдайда біздер аламыз, сәл білдіріп аламыз да, нұсқаулықты оқымаймыз, бірақ туысымызға звондап, ол келіп, соны қондырып сөйтіп әлек болып жатамыз. Нұсқаулықты да оқи білмейміз. Осының барлығы функционалды сауаттылық, өмірдегі қарапайым әрекеттерді. Жаңа технология енген сайын біздің өмірімізге әртүрлі өзгерістер кірді ғой, соны өзінің несіне пайдалана білу. Яғни теорияда алған білімді практикада қолдана білу. Немесе функционалды сауаттылықты былай деп түсіндіреді. Өмір бойы білім алу. Ол тек қана қазақ айтады, білгенім 9, білмегенім 99 деп. Бүгінгі нәрсе, ақпарат, технология тым қарқынды дамып жатқан нәрсе болғандықтан, бүгінгі келген нәрсе ертеңгі күні басқа нәрсе болып өзгеріп келуі мүмкін де, сондықтан адам кез келген жағдайға өмірге бейімді бола білуі керек. Енді мысалы келтіреді кейде жаңағы сарапшылар былай деп айтады, жұмыссыздықтың да кейде бір фактор ол сауатсыздық деп, функционалды сауатсыздық. Яғни технология ауысқаннан кейін адам оны қалай пайдаланарын білмейді, ол жағдайға бейімделе алмайды, немесе шешім қабылдай білмейді. Ол тек жай ғана операцияларды жасап үйреніп қалған деп. Сондықтан ол ары қарай дамытып өзінің қабілетін дамыту керек. Ал функционалды сауаттылықты күнделікті өмірде қалай қолданған дұрыс деп ойлайсыз? Мәселен, мысалдар қай жерден көрінеді? Өмірде енді жаңағы мен айтқандай, егерде кейде болады адамдар бөтен қалаға келгеннен кейін, біз не істейміз? Туысқанымызға звондаймыз, хабарласамыз. Мені алып кетші, мына жерге алып баршы деген сияқты. Ал егер функционал сауаттың болсаң, Google картаны, немесе Яндекс картаны, немесе Тугисті ашып, жаңағы өзіңнің баратын жеріңді, қалай баратын жеріңді алдын ала біліп, өзіңе жаңағы маршрутты
дайындап аласың, иә. Немесе кейде болады аялдамада тұрады, карта тұрады қайда баратын, бірақ соның өзінде де сол картаны көріп тұрып қасындағы кісіден мен осы баратын жеріме қай автобуспен барсам болады деп сұрақ қоятындар болады, иә. Яғни ол технология енгенімен соны қолдануда қорқыныш немесе кейде сенімсіздік болып жатады адамдарда. Жаңағы үлкен кісілер билет алар кезде тіпті сенбейді ғой. Не? Иә, олар міндетті түрде әсіресе коммуналдық қызметтер төлеген кезде міндетті түрде жаңағы кассаға барып, кәдімгі ақшасын төлегеніне көз жету керек. А егер біз оны жаңағы электрондық құрылғылармен төлесек, оны сенімсіздік болады, иә. Алдап соққан сияқты қылып есептейді. Ал мынау PISA нәтижесі оқушылардың оқу сауаттылығы жөнінде не дейді? PISA нәтижесі бойынша, енді жалпы PISA деген не дегенге тоқталып кететін болсақ, ол экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының зерттеуі 2000 жылдан бастап жүргізеді. Олар 3 бағытта жүргізеді: математикалық, жаратылыстану және оқу сауаттылығы. Ең үлкен 3 бағыт бойынша 15 жасар оқушылардың арасында жүргізеді. Не себепті 15 жасар оқушы? Себебі бұл жаста барлық көптеген мемлекеттерде балалар негізгі мектептегі білімді тамамдайтын уақыты екен. Негізгі білімді алып шығатын уақыты. Екіншіден, бұл зерттеуге 2018 жылға деректерге сүйенсек 80-нен астам мемлекет қатысқан. Оның ішінде алып қарасақ, ақш-та бар, Англия, Сингапур, Жапония, Қытай, өзіміздің көршілес Ресей сияқты үлкен алпауыт мемлекеттер бар. Енді PISA нәтижесіне сүйенетін болсақ, Қазақстан 2009 жылдан бастап қатысты. 2009, 2012, 15 және 18 жылдары. Енді өкінішке орай 2009-12 жылының нәтижесінде Қазақстанның нәтижесі бұл салада жақсы емес. Яғни 2012 жылы 65 мемлекет қатысқан екен. Қазақстан сол 65 мемлекеттің ішінен оқу сауаттылығынан 62 орынға ие болды. Яғни бұл жерде оқушылар қарапайым ғана тапсырмаларды орындай білген. Тапсырмалар ол жерде 6 деңгейден тұрады. Бірінші, екінші, үшінші деңгейлер олар ақпаратты ала білу, мәтінді оқи білу, ал 6-шы, 5-ші деңгейде олар гипотеза жасау, ақпаратты оқи отырып белгілі бір тұжырым, бұл факт па, көзқарас па, автордың ниеті қандай деген сияқты сауалдар төңірегінде өзінің бір тұжырымын дайындау керек. Өкінішке орай біздің оқушылар ол кезде 2-ші, 3-ші деңгейден аса алмаған. Жалпы PISA тест нәтижесінің тек 38% ғана орындай білген. Енді мысалы, көрнекті мысал ретінде мен жаңа бір диаграмманы көрсетейін. Сізге мысалы PISA-ның бір тапсырмасы мынандай болып келді. Диктор теледидарда 2018 жылы қылмыс 2017 жылға қарағанда күрт өсті. Күрт деген сөз бұл жерде тірек сөз болып тұр. Осы ақпаратты зерттей отырып, өзіңнің бір қорытынды тұжырымыңды дайында. Бұл факті ме, әлде бұл пікірі ме, көзқарас па? Сіз қалай ойлайсыз, бұл факті ме? Әрине, мен жылдарға, сандарға қарап отырып, мен оны факті деп қабылдаймын. Негізінде бұл пікір болатын себебі... Неге пікір? Пікір болатын себебі 2018-ден 2017-ге қарағанда 2018-де тым қатты өскенін көрсететіндей өзге жылдардың ақпараттары жоқ. Мүмкін бұл 2016-2017-15-тен бастап біртіндеп өсіп келе жатқан шығар. Жоқ, әлде өзгеріс мүлдем болмады ма? Яғни беріліп отырған ақпарат толық емес, сондықтан бұны толық факті деп те қабылдай алмаймыз. Оқушылар сөйтіп өздерінің қорытындыларын жасау керек болады. Енді жалпы функционалдық сауаттылықтың қалыптаспауына не себеп деген кезде жалпы ғалымдар... Мына жерде айтыңызшы, түсініктіріп, жаңағы бұл жерде яғни оқушыға біз сыни ойлауды қалыптастыру керекпіз, иә? Яғни жаңа ақпаратты толыққанды қалай алуға болады? Яғни оқушы мына ақпаратқа баға беру үшін осыған дейін қандай деректер берілді, әлде берілмеді ме деген сұраққа жауап беру керек. Яғни мұндай мәліметті берушілер адамдардың эмоциясын қолданады. Эмоциясын қолданады. Жалпы медиа сауаттылықта осы төңірегінде көп айтады. Белгілі бір тараптар ақпаратты жіберген кезде, тіпті факті болса да, ол факт айтайық. Адам пенсия жасына осы уақытта шығады деп факті болса да, кейде адамдардың эмоциясына қаттырақ әсер етіп, өзінің жаңағы ниетін жүзеге асыру үшін кейде осылай эмоциялық сөздермен басқаша қылып жеткізетін кезде болады. Сол кезде біздер адамдар ақпараттың шын жалған ақ қарасын ажырата білу үшін сыни ойлау дағдысы болу керек. Бұл ақпаратты, мысалы айтайық, біздер әлеуметтік желіде, WhatsApp-тарда былай деп жүреді. Қалайық қараңдар, жаңағы жалақ деген былай өсетін болды, бүйтетін болды деп келеді. Адамдар соны қарап сеніп, ойбай, мынау рас па жоқ па деп соны бір-біріне таратып шыға келеді. Ал шын мәнінде бұны мәлімдеуші кім? Ресми ұйым ба?
әлде жоқ ол біреудің жібере салғаны ма, бұл нәрсеге мен не себепті сенуім керек деген сияқты кез келген ақпаратқа осындай сұрақ қоя білу керек. Неге десең, осылай етіп бір ақпаратқа алдаған адам басқа да ақпараттармен алдауы мүмкін, адамның эмоциясына ойнай отырып. Енді жалпы ғалымдардың пікірінше функционалдық сауаттылықтың жаңағыдай төмендеуіне, әлсіреуіне, біздер 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз, барлығы бар бір қарағанда, бірақ әлсіреуіне екі себепті көрсетеді. Ол біріншіден ақпараттың тым көптігі, екіншіден сыни ойлау дағдысының толық қалыптаспағандығы адамда. Оқушыда мысалы, айтайық ақпараттың көптігі сонша дейді, адам біздің бір күнде алатын ақпаратымыз өткен ғасырдағы ата-бабамыздың өмір бойға алатын ақпаратына пара-пар екенде, оларға кейде бір зерттеу талдап жүргізіп отыратындай адамда мүмкіндік те болмайды екен. Енді екінші сыни ойлау әрине бұл мектеп жасынан бастап қалыптасу керек деп ойлаймын. Оны қалай қалыптастыру керек? Енді жалпы осы 2012 жылғы PISA нәтижесі ол өте үлкен түрткі болды. Осыған байланысты біздің елбасымыздың Қазақстан 50 стратегиясы, сосын халықтың жаңағы 2012 ұлттық жоспар болды. 2012-2016 жылдарға арналған функционалды сауаттылықты қалыптастыру деген арнайы іс-шаралар жүргізілді. Және бұл PISA-ның нәтижесі бізге оқу бағдарламаларын қайта қарауға, білім саласына реформа жасауға түрткі болды. Неге десеңіз, бұл жерде тек қана оқу сауаттылығы емес, математикадан да, жаратылыстанудан да біздің нәтижелеріміз жақсы емес болды. Яғни бала, 15 жасар бала өмірге шыққан кезде осы алып шыққан білімін қолдана алмайтын. Керісінше ол ортада өзін жаңағы адасып қалғандай, басқа көп нәрсені қайтадан бастап үйрену керектей дәреже сезінетін болатын. Ал енді оқу бағдарламаларын енді пән мұғалімдері жақсы біледі. Біздерде үнемі егер қазақ тілін алып қарайтын болсақ, мысалы, үнемі ақпараттарды талдау, автордың пікіріне баға беру, жаңағы әртүрлі қарама-қайшы ақпараттарды салыстыру деген арнайы оқу мақсаттары жүр. Егер оны үнемі дұрыс сабақта өткізіп қолданатын болса, меніңше бұл көрсеткішке қол жеткізуге болады. Бізде математика, жаңа өзіңіз тілге тиек еттіңіз, физика сабақтары химия тереңдетіп оқытылады. Соның өзінде біз жоғары орынға ие бола алмай отырмыз. Ие бола алмадық. 2012-нің нәтижесі бойынша шатаспасам 50-ші орындардың айналасында орналасты. Ол жердегі тапсырмалар. Ал биылғы нәтиже қай кезде шығады? 2018-де Қазақстан қатысты, ол жерде 80-нің үстінде мемлекет қатысқан екен. Ол осы 2019-дың желтоқсан айында шығады, шамамен. Бұл PISA-ны ұйымдастырушылар жалпы әр мемлекеттен 150 мектепті таңдап алады екен. Біздің Қазақстаннан 2012 жылы 6000-ға жақын оқушы қатысқан, ал сол жылы әлем халықтары бойынша 510 мыңдай оқушы қатысқан екен. Яғни миллионға жақын оқушы қатыстырылып, солардың білімдеріне, алған білімдеріне сараптама жасалады. Сонымен қатар олар жай ғана жаңағы оқу сауаттылығын ғана тексеріп қоймайды. Әлеуметтік жағдай қалай, мектептегі қамтамасыз ету қалай, мектептен тыс шаралар қалай жүргізіледі, оқушы қоғамдық шараларға қатыса ма деген сияқты көптеген тағы да қосалқы зерттеулерді жүргізеді. Осы тұста бір сауал туындайды. Оқушылардың оқу сауаттылығы қандай деңгейде деген? Енді жаңағы мен қайтадан айтып өтейін, енді 2012 жылға сүйен отырған себебіміз, оқушылар егер 6 деңгейден тұрса, оның 3-ші деңгейіне дейін орындай білген, көбіне жабық сұрақтарды ғана орындай білген, яғни сауаттылық деңгейі төмен деген сөз. Бұл сауаттылықты қалай қарастыру керек? Жалпы ол жерде олар 3 нәрсені, 3 критерийді алады сауаттылыққа. Мәтінді түсіну, мәтіндегі ақпаратты қолдану және оның ой елегінен өткізіп сараптау. Яғни өмірге қажетті нәтиже сонда шыға келеді. Бізде өкінішке орай жаңа соңғы зерттеулер бойынша кейде айтады, адамдар үлкен көлемді мәтіндерді қабылдамайды дейді қазір. Түсініп, әріпті танып тұрса да, оның ар жағында тұрған ақпаратты түсіне білмейді. Көп жағдайда олар суретпен. Себебі не? Енді себебі көп оқудың қажеттілігінде шығар. Әртүрлі нелерді, ақпараттарды. Ақпарат деген кезде мен өзім жүргізген семинарларда мұғалімдерге үнемі айтам. Бала бір нәрсені ұстатып, қолданып үйретпесең, ол өмірде қолдана алмайды. Сондықтан сыныпта газет, журнал материалдарын қолданыңыздар, Мақала тақырыбын өткен кезде газеттегі мақалалар белгілі бір сұрыптаудан өтті ғой. Соны оқып, талдайық бірге. Сонда бала қолмен ұстап, оның не нәрсе екенін біледі. Немесе емханаларда, дәріханаларда, мысалы, мынандай үнпарақтарды көруге болады, Мысалы, қазір күзге байланысты тұмаудың белгілері қандай, оның алдын алу шаралары қандай деп, осындай үнпарақтар тегін жатады, адам алып оқыса болады. Осы нәрсенің өзінде
балаға сыныпқа алып келіп әртүрлі тапсырмалар ұйымдастыруға болады. Бұның негізінде сауаттылықты қалай арттыру керек? Енді пизада 3 түрлі мәтіндер беріледі. Бір ол тұтас мәтін, тек қана сөзден тұратын. Екінші аралас мәтін, яғни бірде диаграмма, бірде кесте, бірде мәтін болып келеді. Немесе мынандай жаңағы графиктік мәтіндер. Графиктік дейді, инфографика дейді, осы түрінде тұрған мәтіндерді береді. Көп жағдайда біздің оқушылар осы мәтіндермен жұмыс жүргізе алмады, көрсете алмады өз білімін. Ондағы жұмысты қалай көрсету керек еді? Ондағы жұмысты жалпы егер тұмауға байланысты инфографиканы қарайтын болсақ, бұл жерде тұмаудың белгілері қандай, оның алдын алу жолдары қандай, оқушыға алдына тастап бірнеше сұрақтар қойуға болады. Қандай маңызды ақпараттар бар, бұл саған қаншалықты пайдалы, тағы басқа. Немесе бұл ақпаратты үйде сенің қарындасың ауырып қалды делік, сол кезде осы ақпаратты сен қалай пайдаланар едің деп келіп, осылай әртүрлі жұмыстар жүргізуге болады. Яғни сыни ойлаудың алғы шарттарын жүргізуге болады. Содан кейін осы тұмау тақырыбына ұқсас келесі бір ақпаратты ұсынып, тұмаудың алдын алуға көмектесетін жеміс-жидектер. Бұл ақпарат саған қалай көмектеседі? Егер жеміс-жидек алатын болсаң, сен қайсысына көңіл бөлер едің? Яғни әртүрлі дерек көздердегі ақпаратты саралап, өзіне қажеттісін ала білу. Содан кейін барып, кейде мұғалімдер, қазақ тілі мұғалімдер айтады, біздің грамматикамыз қайда қалды? Немесе зат бұл мәселені алдыңғы бағдарламада айттық. Бірақ та осы жерде де, егер екі инфографиканы салыстыратын болсақ, біріншісінде сөйлемдер тұйық етістік формасында келген. Суық тигізбеу, ауа райына сәйкес киіну. Келесі инфографикада етістіктер ауыспалы уысшақ түрінде келген. Сонда неге біріншіде тұйық етістік формасын қолданды, екіншісінде жаңа ауыспалы уысшақты қолданды? Неге ол тиімді деген сияқты сұрақтарды қойсақ, осы жерде оқушылардың грамматикалық білімін қолдануға да мүмкіндік болады. Осы сұраққа байланысты. Ал мына функционалды сауаттылық жөнінде елімізде қандай іс-шаралар жасалады? Енді осы функционалдық сауаттылыққа байланысты жаңа айтып өттім. Ұлттық жоспар болды 2012-2016 жылдарға арналған. Және ол онымен тоқтап қалған жоқ. Әртүрлі мұғалімдерге семинарлар өткізілді, тренерлер дайындалды мектептер бойынша. Бізде жаңағы біліктілікті арттыру орталықтары. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсарин немесе Назарбаев зияткерлік мектептерінің ұйымдары арнайы жаңағы әдістемелік құралдар дайындады. Жалпы функционалдық сауаттылық туралы ақпарат іздестіретін болсақ, ғаламторда, арнайы сайттарда ол өте көп. Тіпті осы шараны ұйымдастырушы жауапты ұйым ақпараттық аналитикалық орталық, білім министрлігі жанындағы. Олардың сайттарынан да осы жөнде нақты деректерді, неден қателесті, қандай тапсырмалар болды деген сияқты ақпараттарды табуға болады. Ол кісілер ұсынады есепте. Тек ізденуді ғана қажет етеді осы тақырып бойынша. Құрметті радио тыңдаушы қауым, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Назарбаев зияткерлік мектептері білім беру ұйымының қазақ тілі әдебиеті пәнінің маманы Ақсұлу Құлмағанбетова. Егер қоятын сауалдарыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Нұрсұлтан қаласының коды 8717-2, сонымен бірге WhatsApp нөмірде бар 87-755-33-66. Енді біз алдыңғы бағдарламамызда да осы жаңартылған мазмұндағы білім беру жүйесіне кеңірек тоқталған болатынбыз. Енді оқу бағдарламасында дәл қазіргі уақытта бұл қалай көрініс тапқан? Енді оқу бағдарламасында әсіресе оқылым жазылымға келген кезде арнайы оқу мақсаттары бар. Жалпы жаңағы айтатын болсақ, ақпаратты түсіну. Бұл жерде әртүрлі ақпараттарды зерттей білу, фактімен көзқарасты ажырату, астарлы ойды түсіну деп кете береді мақсаттар. Енді сонымен қатар оқу стратегиялары деген бар, оқу техникасы. Яғни біздер кез келген ақпаратты оқымас үшін өзімізге сұрақ қоюымыз керек. Мен не үшін оқимын? Мен ақпарат алу үшін оқиын деп жатырмын ба? Мен жай қызығушылық үшін оқиын деп жатырмын ба? Әлде мен мына жерден бір нәрсені түсінуім керек? Нақты оқуым керек пе? Мысалы айтайық, егер сіз газет журналдан аспазшының жұмысты іздеп жүрсіз де, сол туралы хабарландыруды іздейтін болсаңыз, сіз онда жаңағы басқа оқу техникасын таңдайсыз. Мысалы, басқа ақпараттарды қарамай, тек аспаз деген сөзді ғана іздеп, оңнан солға, солдан оңға, немесе жоғарыдан төменге сияқты іздеу техникаларымен ақпаратты тез оқи білуіңіз керек. Егер айталық, сіз банкке бардыңыз, сізбен келісім шарт жасайын деп жатыр, онда сіз ол техниканы қолданбайсыз. Сізге онда жаңағы келісім шартты сөзбе сөз мұқият оқып шығу керек. Ал енді сіз егер әдеби шығармаларды оқитын болсаңыз,
сіз жаңағы стратегияны пайдаланбайсыз, сіз жай ғана бір қалыпты өзіңізге лайықты темппен оқисыз. Сөйтіп оқушылардың бойында ақпаратты оқи білудің техникаларын да үйретуіміз керек. Бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Сіз байланыстасыз? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мен жаңа кісіге бір сұрақ қояйын дедім. Жаңа айтқан әңгімесі кішкене мен көңілімнен алмай қалды. Мен мына Мәңгілік ел 52-де жұмыс істеймін. Алло. Тыңдап отырмыз, қоя беріңіз. Бұл остановкаға келіп 10 күн бұрын. Яғылсам 46-70 маршруты жазылып тұр. Картада. Бірақ автобус жүрмейді екен. Мен білмей 2 сағат тұрып, содан кеттім. Елдерден сұрасам, мына көше алдында жабық болған екен, қазір ашылды. Неғып автобус жүрмейді, мен білмеймін. Картада неғып алып тастамайды. Енді мен бұл сұраққа былай деп жауап бере аламын. Бұл енді ол картаны дұрыстап қарасаңыз, байланыс номері берілген. Егер жаңа сұрағыңыз болса, осы орталыққа хабарласыңыз деп. Егер ол кісі жаңағы аялдамада көрсетілген телефон шалса, ол кісілер айтушы еді. Қалай барады, қай маршрутпен барған дұрыс айтатын еді. Яғни бұл да айналып келгенде функционалды сауаттылықтың белгісі болып шыға келеді, Ал мынау осы функционалды сауаттылық дегенде, қараңыз, әлеуметтік желіде біз әсіресе дәл қазіргі уақыт біздің өміріміз, уақытымыз тығыз байланысты. Ал жаңа ақпараттың алуандығына байланысты, балалардың психологиясына әсер ету жағына тоқталыңызшы. Ата-анаға бұл өте маңызды. Олар қалай қолға алған жөн? Енді әлеуметтік желілер болсын, бұл кейде виртуалды әлем деп айтады, кейде бала виртуалды әлемде отырып шынайы әлемді ажырата алмауы мүмкін, ол жерде түсіп жатқан ақпарат әртүрлі болуы мүмкін. Енді біз әртүрлі әңгімелер айтылып жатады, осы жөнінде. Енді қазіргі заманда ақпаратты қабылдаудың өзгергені сонша, бұрын егер 50-60 жылдарды қарайтын болсақ, бізге газеттен ақпарат келіп түседі, газет, журнал, радиолардан, біз оны қабылдаймыз. Қазір біздер ақпаратты қабылдаушымыз және тасымалдаушымыз. Яғни сол баланың өзі де сол ақпаратты оқып кейін біреуге жіберуі мүмкін, сондықтан тасымалдаушы болып саналады. Енді бұл жерде әрине ата-ана да, мектеп мұғалімдері де, жалпы осы қоғамда бұған үлкен атсалысқан жүр. Менше балаға сыни ойлау, оқып жатқан адамның артында кім тұр, оның сөздеріне қарап қандай пайым жасауға болады. Себебі біз айналып келгенде осы функционалдық сауаттылық сыни ойлаймыз. Біз балада осы ақпараттар, толастаған ақпараттар заманында өзін қорғай білетін, жалған ақпараттардан, басқа дағы нәрседен қорғай білетін иммунитет жасауымыз керек, балада. Ата-аналардың өздері де, кейде болады, өздері де сол әлеуметтік желідегі жалған ақпараттарға сеніп кейде теріс пайым жасап жатады. Сондықтан егер өздері де оқып сыни көрсетсе, балаға үлгереді. Мен балам көрдім, жаңа осындай ақпарат түсті. Екеуміз талқылайықшы, бұл шын ба, жалған ба? Көрейік. Айтайық, жаңағы мектепте енді 6 күн оқитын болдық деген бір ақпарат тарады дейік. Сөйтіп мұғалім, анасы не мұғалімге хабарласып, не мектеп сайтынан қарап ақпаратты іздеп оның балаға анықтап көрсетсе, менше балада кейін сол үлгіні көргеннен кейін өзінде де сондай дағды қалыптасады. Кейде өзі келіп түскен ақпаратты тексеретін, жалған шын екен ажырататын деңгейге жетеді деп ойлаймын. Осы жерде негізгі сауатты ашудың бір жолы өз бетінше оқу. Өз бетінше оқу. Анықтап айтады, Неге десеңіз, функционалды сауаттылықтың тағы бір негізгі факторлардың бірі адам өмір бойы білім алу керек. Яғни ол айтайық, жаңадан бір нәрсе пайда болады ғой, әртүрлі сервис жаңадан пайда болады, немесе қызметтер, немесе жаңағы қосымшалар, сол кезде адам кейде өзін қалай ұстарға білмей қалады, қалай соны үнемі үйреніп отыр, өзін үйретіп отыр. Немесе осы бағытта жаңа медиа сауаттылық болсын, жақсы нелер, дәрістер тыңдау, жаңалықтарды, әртүрлі зерттеулерді оқу, сөйтіп адам өзін білім кеңейтіп отыруға болады. Әйтпесе тек қана бір ғана мектеп шеше қояды деген қиындау мәселе осы жерде. Осы жерде оқу сауаттылығының, әсіресе мына медиа сауаттылықты қалыптастырудың жолдары қандай деп ойлайсыз? Енді мен жалпы мектеп тарапынан келетін болсам, сабақта әртүрлі мәтіндерді қолдану. Өкінішке орай, жаңа 2012 жылғы зерттеуде былай деп көрсетеді. Қорытындыда қазақ тілі және орыс тілі пәндері әдеби мәтіндерді тым көп қолданады да, оқушылар басқа мәтін түрлерімен жұмыс жасай алмайды. Сондықтан қайталап айтам, қазақ тілі сабағында болсын, орыс тілі, тіпті математика сабақтарында да болсын, әртүрлі өмірде кездесетін, көрінетін ақпараттарды әкеліп
баламен жұмыс жүргізіп өмірмен байланысты. Тіпті сол айтайық әлеуметтік желіде бір оқиға болды делік, сол жерде әртүрлі адамдар комментарий жазады, біреулер жаңа осының өзін оқушыға сыныпқа келіп талдатып талқылатуға болады. Бұл қаншалықты бұл жалған ақпарат болса, бұл қаншалықты әсер етті, қандай пікір туғызды, бұндай жағдайда адам өзін қалай ұстау керек деген сияқты нәрселерді оқушымен талқылаған дұрыс деп ойлаймын. Яғни ақпаратты қабылдаудағы тәрбие құралына қатты мән беру керек. Қатты мән беру керек. Ал енді өзіңіз ұстазсыз ғой. Иә, әрі ғылыми жүйеде жұмыс жасап жатырсыз ғалым ретінде. Қандай бір кедергілерге тап болдыңыз дәл қазіргі уақытта? Ең бір осы қоғамға бір ескертпе ретінде айтатындай. Қоғамға ескертпе ретінде айтатындай, өкінішке орай бізде әсіресе әлеуметтік желілерде сауаттылық деген орысша аударғанда грамотность болады ғой. Сол грамотность деген нәрсені грамматикамен шатастыру көп кездеседі. Мен кейін жауап ретінде де жазып жүрдім. Сауаттылық ол тек қана грамматиканы білу, тек қана ережені білу емес. Иә, білуіміз керек. Бірақ та осы оқып, оқынғанымызды түсініп, оны ой елегінен өткізіп, өмірде қолдана білудің өзі, яғни бұл сауаттылық. Бұл сауаттылық. Енді әр заманда сауаттылыққа талап әртүрлі болады. Енді кімнің жаңағы ынтымақтастық, экономикалық ынтымақтастық даму ұйымының 2030-ға көрсеткен сауаттылық, негізгі сауаттылықтарына қазір мыналар жатады екен. Оқу сауаттылығы, сосын есептей білу. Күнделікті ол жерге тіпті кейде математиканың тапсырмалар болады, жаңағы ақшаны есептеу, сатып алған кезде қанша ақшаң кетеді, қанша өзіңе үнемі түсіресің деген сияқты сұрақтарға дейін кездеседі. Содан кейін ақпараттық сауаттылық, цифрлық сауаттылық, содан кейін әртүрлі деректермен жұмыс жасай білу. Жаңағы менің тұмауға байланысты көрсеткен 2 инфографикам сияқты, әртүрлі деректерден белгілі бір тұжырым жасай білу. Содан кейін ең соңғысы емес, енді бастыларының бірі ол денсаулық. Өзіңнің денсаулығыңа дұрыс қарай білу. Өкінішке орай біздер кейде көп дүниені сатып алып жатамыз да, ол денсаулығымызға пайдалы ма жоқ па, анау тауардың мұқабасын ашып оқымай да жатамыз, сөйтіп кейде зардап шегіп жатамыз. Бұл балаға лайықты ма, баланың жасына келе ме, әлде менің белгілі бір себеппен менің денсаулығыма жарамай ма деген нәрселер болады. Сондықтан бұған да кейде сауатты қарау. Яғни немқұрайлы болмау. Немқұрайлы болмау, иә. Ал қандай әдебиеттерді ұсынасыз? Енді әдебиеттерді ұсынатын болсам, жаңағы білім беру академиясының ұлттық кітапхана сайтынан табуға болады осы неге байланысты әдістемелік құралдарын. Содан кейін ғаламторда Эстонияның белгілі бір мұғалімі, ол кісі Фейсбукта өте активті, Рождественскаяның еңбектерін көруге болады. Ол еркін жаңағы қолдан пайдалана беруге болады. Ол кісінің осы жөнінде өзі мұғалім болғандықтан, физика пәнінің мұғалімі, осы біздің Қазақстанға келіп мұғалімдерге семинар өткізді Назарбаев зияткерлік мектептерінде. Ол кісінің айтатыны да сол, және ол үнемі сабақпен байланыстырып әртүрлі жолдарын көрсетіп отырады. Ол кісінің де еңбектерінен көруге болады. Жалпы ол жөнінде шыны керек ақпарат өте көп ғаламторда. Ал әріптестеріңізге, ұстаздарыңызға және оқушыларға айтар кеңесіңіз қандай? Енді кеңесім, қазақ айтады ғой, 7 рет өлшеп 1 рет кес деп. Біз не нәрсені оқысақ та 7 рет өлшеп 1 рет кесіп бір шешім шығарғанымыз дұрыс. Қазіргі заманда қай ақпаратты оқысақ та эмоциядан көрі салқынқандылық танытқанымыз дұрыс деп ойлаймын. Сол кезде ғана біз мүмкін алданбаймыз, мүмкін жаңағыдай ыңғайсыз жағдайларға тап болмаймыз деген секілді. Яғни салқынқандылықты біздің мұсылман қауымы үшін сабырлы деп қабылдаймыз. Сабыр төбе сары алтын айналып келгенде. Осы нәрсе шыға келеді. Әр адамның қауіпсіздігі, әрі өзінің сауатты болуы, жалпы қоғамда өзін жолын таба білу, өзінің көрсете білу, өзінің қабілеттер, мүмкіндіктерін пайдалана білу, осы айналып келгенде функционалды сауаттылықпен байланысты болады. Яғни бұл функционалды сауаттылық өмірлік қағида. Әрине. Бұл бүгін бар, ертең жоқ дүние емес. Яғни кейде бізде болады, бір сән ретінде қараймыз да, шыны керек функционалдық сауаттылыққа бүгін қойған талап осындай болғанымен 22-23 ғасырда басқа талап болуы мүмкін. Оның арасы несі кеңейе береді. Рахмет әңгімеңізге, еңбегіңізге табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, бағдарламамыздың қонағы болған Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының қазақ тілі әдебиеті пәнінің маманы Ақсұлу Шынболатқызы, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, саунд операторымыз Жадыра Сардарбекқызы. Шалқар радиосы мен әр уақытта бірге болыңыздар.